Біздің ауылда бір кемпір баласын арқалап мақтанатты жүреді екен. Ел, әй жаман балаңды әлде қандай қылмай жіберсеңші десе, менің балам жаман емес, өскен соң бастық болады. Ақ самауырмен шай береді, сары мейіз, қызыл мейіз жегізеді, самолетпен ұшады деп қоймайтын көрінеді. Ел жынды кемпір деп күледі де қояды. Расында ол бала кейін ел басқарып анасының айтқандай азамат болған. Тағы бір кісінің жалғыз ұлы болған. Баласы балабақшаға мұрнынан су ағып, әрі жалаң аяқ келеді екен. Соны көріп балабақша тәрбиешісінің бірі: "Өй, мына баланы кіргізбеңдерші, мұрнынан аққанын қарашы" десе, баланың анасы да сол балабақшада жұмыс істейді екен. "Сен білмейсің, ол баланың мұрнынан алтын ағып тұр" деп жылайды екен. Расында сол бала кейін әлемді аузына қаратқан спортшы болды. Спорт федерациясын басқарды. Алтын медальдің талайын алды, анасын алтынға малындырды. Жалпы ата-ананың мақтауын естіп өскенге не жетсін. Ескіде ағайынды Кеннедилердің анасы таңертең балаларын: "Граф, тұрыңыз, сізді ұлы істер күтіп тұр" деп оятады екен. Сол екі азаматта ақштың лайықты ұлдары болды. Біреуі президент, екіншісі сенатор болған еді. Ұрпағыңа жақсы тілек тіле, ол санасы бар жан болса, соны орындауды алдына мақсат етіп қояды. Ал жамандап үмітсіз қылып, сен болмайсың десең, болмайтын бағытқа шығады.